Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін қонжығымыздың екінші бөлімін тоқитын боламыз. Біз алдыңғы видеода бірінші бөлімде басын тоқыған болатынбыз. Енді бұл екінші бөлімде біз денесін тоқитын боламыз. Ал енді денесін тоқып бастаймыз. Денесін тоқу үшін қараңыздар, бірінші қатарда біз 5-5, қолымыздың астында 6 және тағы да 5-5 және 6 осылай тоқитын боламыз. Лескамызды өзімізге керегінше кесіп аламыз дағы. Енді басымызды астындағы дәл осы ортасына тоқитын боламыз. Лескамызды моншақтан өткіземіз. Екі басын бірдей қылып ұстаймыз. Мінекей. Енді бізде лескамызда бір моншақ бар, біз мұнда 4 моншақ салатын боламыз. Крючок жасап бекітеміз. Мұқият қарап отырыңыздар, қай моншақтан бастағанымызды шатасып кетпеңіздер. Мінекей, енді жәндегі моншақтан өткіземіз астынан. Және де жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз, себебі бізде лескамызда қазір 2 моншақ бар. Бекітеміз. Мінекей 5-5 етіп екеу тоқып шықтық. Енді астыңғы лескамызды астындағы моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда 2 моншақ бар. Енді біз жоғары жақтағы лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Сол кезде бізде 6 моншақ болады. Мінекей. Енді қараңыздар, 5-5 және 6. Енді лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз, себебі бізде лескамызда 2 моншақ бар. Бекітеміз. Тағы да осылай қайталаймыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз лескамызды. Жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Енді астыңғы лескамызды астындағы және жәндегі 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей қараңыздар, бізде лескамызда 3 моншақ бар. Енді біз бұл жерге тағы да 3 моншақ өткіземіз. Бізде бұл жерде қолымыз тоқылатын болады, сол себепті 6 моншақ етіп тоқимыз екі шетін. Бір қатарды тоқып біттік. Қараңыздар. 5-5 6
және тағы да 5, 5, 6. 6 тұрған жері ол екі шетінде екі қолы тоқылатын жер. Енді екінші қатарда 3 рет 6 және де 1 рет 5 және 3 рет 6 және 1 рет 5 тоқимыз. Жәндегі моншақтан өткіземіз лескамызды. Енді мына жақтағы лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Себебі бізде лескамызда 2 моншақ бар, сонымен 6 болады. Мінеке бір 6-ымызды тоқыдық. Енді тағы да лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда 3 моншақ бар, енді 3 моншақ өткіземіз осында. Екі рет 6 тоқыдық. Енді лескамызды тағы да 2 моншақтан өткіземіз. Келесі жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Мінеке осымен біз 3 рет 6 тоқыдық. Енді қолымыз тоқылатын жерге біз жаңағы 6 тоқығанның астына 5 тоқитын боламыз. Лескамызда бізде 2 моншақ бар, енді осында 3 моншақ өткізіп бекітеміз. Мінеке енді бірден 2 моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда 3 моншақ бар, енді 3 моншақ салып 6 етіп тоқимыз. Тағы да осылай қайталаймыз. Бірден 2 моншақтан өткіземіз, тағы 3 моншақ салып бекітеміз. Мінеке 2 6 тоқыдық, енді 3-сін тоқимыз. Үш 6-ды тоқыдық. Енді біз осы жерге 5 моншақ етіп тоқып, қатарымызды бекітеміз. Бізде лескамызда 3 моншақ бар, енді біз бұған 2 моншақ салатын боламыз. Сонда біздің екі шетімізде 5-5-тен, екі алды менен артында 6-6-дан тоқылады. Мінеке қараңыздар, 6-6-6 және 5-6-6 5 қараңыздар. Осымен біздің екінші қатар аяқталды. Енді үшінші қатарды тоқитын боламыз. Үшінші қатарда біз толығымен 6 моншақ етіп тоқып шығатын боламыз. Лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Осында енді біз 4 моншақ саламыз, себебі лескамызда бізде 2 моншақ бар. Тағы да осылай қайталаймыз. Бірден 2 моншақтан өткіземіз.
лескамызда бізде 3 моншақ бар, енді 3 моншақ саламыз. Мінекей қараңыздар, біз енді осы қатарымызды толығымен айналдырып 6 моншақ етіп тоқып шығамыз. Мінекей қатарымызды аяқтадық. Толығымен 6 моншақ етіп тоқып шықтық, қараңыздар. Бізде лескамыз осылай 2 моншақтан шығып тұр. Енді біз 4-ші қатарды тоқитын боламыз. 4-ші қатарда 6-ау, 5-еу, 6-ау, 5-еу етіп айналдырып тоқып шығатын боламыз. Енді біз 4 моншақ аламыз. Лескамыздан өткіземіз дағы, бекітеміз. Себебі бізде лескамызда 2 моншақ бар, сонымен қосқанда 6-ау болады. Мінекей видеоға мұқият қараңыздар, бізде 6-ау, мінекей дәл артындағы осы ортасынан шығып тұр. Бұл жерде біз құйрығымызды тоқитын боламыз. Енді 1-2 моншақтан өткіземіз дағы лескамызды осы жерге 5-еу етіп тоқимыз. Бізде лескамызда 3 бар, енді біз лескамызға 2 моншақ салып 5-еу етіп тоқимыз. Мінекей 6-ау, 5-еу, енді 6-ау етеміз. Бірден лескамызды 2 моншақтан өткіземіз. Лескамызда бізде 3 моншақ бар, енді 3 моншақ саламыз. Бірден 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей, бұл жерде біз 5-еу етіп тоқимыз. Бұл жерде біз аяғымызды тоқитын боламыз негізі. Лескамызға 2 моншақ салып бекітеміз. Мінекей осылай айналдырып тоқып шығамыз. Мінекей, қатарымыздың соңында қараңыздар. Бізде 4 моншақ тұр. Енді біз бұл жерге 1 моншақ салып, осымен қатарымызды аяқтаймыз. Мінекей біз 6-ау, 5-еу, 6-ау, 5-еу етіп айналдырып тоқып шықтық. Енді біз қонжығымыздың астыңғы бөлігін тоқитын боламыз осы жерді. Қараңыздар, 5-5 етіп айналдырып тоқып шығатын боламыз. Лескамызды жәндегі моншақтан өткіземіз. Және де екінші жақтағы лескамызды да арғы жәнінен өткіземіз. Сонда біздің лескамызда 1-3 моншақ тұрады. Мінекей, енді осыған кез келген лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Мінекей, бізде 5-еу шықты. Енді лескамызды 1-3 моншақтан өткіземіз. Мінекей, біздің лескамызда уже 4 моншақ тұр. Енді осында 1 моншақ өткізіп бекітеміз. Сол кезде бізде 5-еу шығады. Мінекей, енді лескамызды 1-3 моншақтан өткіземіз.
Енді осы жерге тағы да бір моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей енді лескамызды астындағы бос болып тұрған моншақтардан өткізіп, осы жерді бекітетін боламыз. Енді лескамызды крючок жасап бекітеміз. Мінекей достар, біз қоншығымыздың астыңғы бөлігінде тоқып шықтық. Мінекей осымен біз денесін тоқып біттік. Енді біз келесі видеода аяғын тоқитын боламыз. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Аяғын және қолын келесі 3-ші бөлімде көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.